Ертеде орманның ең терең әрі тыныш бұрышында бір-біріне өте жақын, тату өмір сүрген екі қонжық Айбар мен Ақтұмсық болыпты. Олар бір-бірін қатты жақсы көріп, әрқашан бір-біріне қамқор болатын. Бір күні олардың кішкентай баласы Ботақан дүниеге келді. Ботақан өте қызық құмар, әрі зерек еді. Орманның сырлы өмірі оған әрдайым жаңа бір қызыға келетін. Бір күні таң ата бере ол ата-анасынан сұрады. Әке, ана, орман неге осындай үлкен? Мен оның барлық сырын білгім келеді. Айбар күліп, орман бізге үй балам, ол бізге тамақ, жылу, демалыс береді. Бірақ оның сырларын білу үшін сен ақылды, батыл, әрі мейірімді болуың керек деді. Ақтұмсық, әр қадамды ойланып басып, өзіңнің кішкентай жүрегіңді тыңдауды үйрен.